Қайырлы күн достар. Бүгін осындай керемет үй жағдайында KFC дайындайтын боламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Қатпарлы, іші піскен, сондай күшті болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдыменен тауық еттерін майда бөліктерге бөліп аламыз. Содан соң осындай мен бөліктерге бөліп алдым. Өздеріңіздің қалауларыңызша бөліп аласыздар. Ең алдыменен сүт құямын. Мен үнемі сүтпенен мариноваттаймын. Су араластырып, суымызды құямыз және әртүрлі дәмдеуіштерімізді саламыз. Жақсылап араластырып 30 минутқа мариноваттап қоямыз. Ішіне бір жұмыртқа салуды ұмытпаймыз. Міне 30 минут өтті. Енді қуыруды бастаймыз. Ұнымызға бірінші араластырып аламыз. Содан соң тағы да суына батырып, тағы да ұнға араластырамыз. 2 рет ұнменен араластырамыз. Сонда өте дәмді болып шығады. Шынымен де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Енді қуырамыз. Мінекей осындай орташа отта қуырамыз. Қатты да қоймаймыз, жай да қоймаймыз. Шамамен 10 минуттай қуырылады. Өстіп қызарғанша қуырамыз. Қараңыздар, күшті кәдімгідей қышырлап тұрады. Қызарып, өстіп қуырып аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, үй ішілеріңізді қуантыңыздар.